Қайырлы күн достар, Абай Лайф YouTube арнасында кезекті кеңесімізді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Жалпы кез келген адам жұмысқа тұрар кезде одан бірнеше құжаттар тізбесін сұрайды. Оның ішінде денсаулық туралы анықтама, әскери жарамдылығы жайлы анықтама деген сияқты бірнеше құжаттар бар. Соның ішінде әсіресе соттылығы туралы анықтама жиі сұралады. Әрине, сұрайтын анықтама да, құжат та көп, оның барлығына тоқталып жатпаймыз. Бүгін сіздерге соның ішінде ең жедел, ең тиімді алынатын нұсқасын көрсететін боламыз. Электронды үкімет порталында егов.kz-те сотталғандығы немесе сотталмағандығы туралы анықтаманы жедел түрде алуға болады. Сіздің жұмысқа шығу процесіңізді жылдамдату мақсатында осындай цифрлы қызметті тұтыну пайдалы болады. егов.kz порталына кіреміз. Электрондық цифрлық қолтаңба кілтін алу қиын емес. Оны қалай аламыз дейтін болсаңыздар, біздің YouTube арнамызда оған қатысты тиісті кеңес берілген. Сол видеоны көріп, сол конструкция бойынша электрондық цифрлық қолтаңбаларыңызды алсаңыздар болады. Электронды үкімет порталына кіргеннен кейін қазақша бөлімді таңдайық. Жалпы баршаңызға айтарымыз, қандай да бір қызметті тұтынған кезде сайттың қазақ бөліміне кіріп таңдайық дегім келеді. Бұдан кейін танымал қызметтер қатарында бірнеше ақпараттар, бірнеше анықтамалар тұр. Соның ішінде ең бірінші тұрғаны бұл соттылықтың болуы не болмауы туралы анықтама. Үстінен басамыз, жаңа бетке өтеміз және сол беттен онлайн сұрауды басамыз. Яғни бұл анықтаманы алуға онлайн тапсырыс береміз. Жаңа ашылған бетте бірнеше қадам көрсетілген. Бірінші қадамның аясында қолтаңба қойып анықтама алу. Соны басайық. Одан кейін үш түрлі нұсқа ұсынылады. SMS құпия сөзін қолданып қол қою, электрондық цифрлық қолтаңба қолданып қол қою, ұялы электрондық цифрлық қолтаңба қолданып қол қою. Біздің жағдайымызда ECK кілтін қолданып қол қою ыңғайлы. Ол үшін қайтадан жұмыс үстеліне кіреміз. ECK-лар сақталған папкаға кіріп, екінші кілтті таңдаймыз. RSA деп басталатын. Және құпия сөзді енгіземіз. Міне төртінші қадамға өттік. Сұраныс өңделуде. Мәртебе осындай. Мәртебені қайта-қайта жаңартып отырып, жағдайдың қалай болып жатқандығынан хабардар бола аламыз. Және түпкілікті нәтиже бұл біздің жеке кабинетімізде көрініс береді. Мұна тетікті басу арқылы біз оны жүктеп ала аламыз және оны сақтай аламыз. Құрметті достар, біздің кеңесіміз сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдеміз. Әрине бұл ұсақ-түйек кеңес болып көрінуі мүмкін, бірақ көп азаматтарымызға керек екендігі де сөзсіз. Сондықтан біздің арнамыздың жазылушысы болыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және бөлісіңіздер, каналымызға жазылыңыздар. Біздің каналдың, Абай Лайф каналының тұрақты көрермені болыңыздар дегіміз келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.